Қандай мамандық таңдадыңдар? Мен дәрігер боламын. Мен дизайнер боламын. Мен мұғалім боламын. Сен мұғалім болсаң, қандай мұғалім болып кетсің? Мен мұғалім болсам, егер мен мұғалім болсам, дарынды оқушылардың талантын ашып, оларды республикалық деңгейде танылуына үлес қосар едім. Оқушыларға ұлтымыздың тарихын дәріптей отырып, әртүрлі экскурсиялық жобаларға қатысып, осындай прожайлардың ашылуына себепкер болар едім. Тәуелсіз ел болып тарихымыздың осы күнге дейін сақталуына басты себепкер ол ата-бабаларымыз. Оған мысал ретінде біз Алаш партиясы мен Ұлы Отан соғысына қатысқан ұлтжандыларды келтірсек болады. Осы бейбіт заманға жету жолында олар өз өмірін құрбан етті. Ендігі өскелең ұрпақтың басты мақсаты тарихтың ел жадынан өшпеуін және де еліміздің дамуын қамтамасыз ету. Қыздар мен